Саламатсыздар ма, Айкерімнің көрермендері. Бүгін біз бағдарламамызда киізді басу және ол киізден бұйым жасауды үйренеміз. Оған бізді үйрететін дизайнер Ләйлә Айтжанқызы. Саламатсыздар. Ләйлә, бүгін біз қандай бұйым жасаймыз? Біз бүгін енді мынандай міне алдын ала дайындап қойғанмын. Кішкентай косметикаға арналған осындай сумка жасаймыз. Қыз балалар мен бой жеткендерге арналған косметикалық сумочка. Не көрдіңіз, бұны еш жерде тігісі де жоқ. Тек қана аузына мүмкін соңыра кепкесін түйме қадап қоямыз. Жақсы. Бұл косметикалық сумканы жасау үшін бізге қандай бұйымдар, заттар керек? Мен мына жерде дайындап қойдым. Ең алғашқы бізге керек жүн. Жүніміз бар. Міне ақ жүнмен жасаймыз, боялмаған, тазаланған, жуылған, түтілген. Міне көрдіңіз өзіңіз. Алдын ала бәрі дайындалған. Алдын ала бәрін дайындап қойдым. Екінші керегіміз бізге міне мынандай шаблон. Осыған қарап біз мына сумканың формасын келтіреміз. Яғни шаблонымыз біздің жасайтын затқа байланысты болады. Көлемі. Сабын, балаларға арналған сабын. Ең дұрысы дейсіз. Ең дұрысы осы. Қайшы, су. Су енді жылылығы 40-30 градустай болу керек. Қолды да күйдірмейді. Жақсы болады. Жүні жақсы бірігуде. Сосын жүн де жақсы біріктіріледі. Сосын екіншісі, ең соңында мне керек мынандай тюль керек. Тюль болсын, капрон болсын, әйтеуір синтетикалық мата керек. Бұл да көрермендер сіздердің жасайтын заттарыңызға байланысты көлемі барлығы. Бұрын енді біздің әжелеріміз мысалы асар жасап бүкіл әйел келіншектер жиналса, қазір енді осының барлығын кішкентай үйімізде жасауға болады. Біз осы қыз келіншектер мен бой жеткендерге арналған косметикалық сумканы жасауды бастаймыз. Ең алдымен бірінші жүннің бір 5-6 сантиметрін аламыз. Қолымызға ыңғайлы болсын. Міне басынан бастаймыз да. Міне басы біздің сумкамыз. Мына бас жағы. Міне қоямыз да үзіп аламыз. Біз қазір міне бірінші қатаны салып жатырмыз. Көлденен салып жатырмыз. Сосын сырт жағынан шетінен сәл 1-2 сантиметрде шығарып жатырмыз. Себебі ол ертең мына сумканы аударғанда жан жағын бүктеп ішіне қарай жібереміз. Сол үшін бізге ол қажет. Сол үшін ол бізге қажет. Біздің сумкамызға аксессуар ретінде жүзік жасаймын. Ол жүзік те осы жүннен жасалады. Жүннен сақина жасау үшін сумкаға керекті заттар сияқты бізге де су, сабын қажет болады. Қолымызды сулап аламыз, сабынға келіп жібереміз, көп емес. Және мынау жүзіктің бауыры ортасы болғандықтан, әдеттегі жүзікте осы жерін жақсылап үйкелейміз. Жүнді әбден ширатып аламыз. Енді біз міне бірінші қатарын салып болдық. Жан жағына міне кішкене сәл салып шығып тұр жүнімізді. Сосын бүйтіп алақанымызбен басып тексеріп аламыз. Егер кішкене жұқалау жер болса, оған тағы да міне бүйтіп үзіп салып жібереміз. Яғни тегістейміз. Алақан сезеді ғой. Басып жұқа жағын кішкене қабаттап жібереміз. Бірақ бізде енді бәрі біркелкі болды. Біркелкі болып тұр. Енді мен мына шаблонымдасын көтеріп, өзіме ыңғайлатып, міне бұрып аламын. Енді әркім өзі тәсілімен жасайды ғой, маған өстік міне ыңғайлы да. Енді басынан бастадық, міне қайтадан, бірақ жүнді енді міне тік саламыз. Мен сақинама арналған жүнді әбден ширатып алған сияқтымын. Келесі кезекте не істейміз? Енді бұлай міне сәл қолыңды өлшеп жіберейік, саусағыңды да. Приблизительно осындай міне размерді келтіреміз да. Сосын бұны бұлай байлаймыз. Байлау керек, түсінікті. Яғни әр бой жеткен өзінің сақинасына керекті көлемде байлайды да. Одан өз қиялына байланысты геометриялық фигура не болмаса гүлдің жапырақтарын жасауға болады. Ал мен қазір гүлдің жапырақтарын жасауға тырысамын. Байқауымша Ләйлә бірінші кезеңді аяқтады, енді әрі қарай не істейтінімізді білейік. Енді мен жаңа бір тағы да тексеріп шықтым. Барлығы тегіс болсын енді. Енді міне
Енді міне мына жаңа айтып кеттім ғой капроны матамен. Үстіне жабамыз. Білмеймін былай істемей. Мына суды өстіп үстіне себемін. Әбден сулау керек. Енді алақанымызбен сипаламай бүйтіп басып шығамыз. Жүн басылды. Көрдіңіз? Бір тегіс болды. Бір тегіс болды. Ішіндегі су жүннің арасынан шықты міне. Міне даже міне біздің сумкамыздың формасы көрініп тұр. Көрдіңіз бе? Алақанымды сабындап алдым. Жақсылап. Енді бұл сабынмен міне бүйтіп сипалап отырамыз. Мына сабын біріктіреді. Матаның арасынан сабын кіреді ғой, сөйтіп біріктіріп шығады. Бұл процесс қаншалықты созылу керек? Бұл енді 10-15 минутте созылуы мүмкін. Мына матаның арасынан көрдіңіз бе, жүннің қылдары, нелері өстіп шығып жатыр да. Оларды алып тастаймыз. Оларды алып тастаймыз. Сол осы неғұрлым көп шықса, соғұрлым уже дайын болатын кез деген сөз. Түсінікті. Енді біз біраз 15 минут дейін бүйтіп сипалап отырамыз. 15 минуттай кетеді. Көрдіңіз бе? Арасынан не шығып жатыр. Байқадыңыз ба? Көп шыққан сайын, яғни бұл дайын деген сөз. Әбден шығарып аламыз. Әбден шығарып аламыз. Енді біз мына үстіңгі матаны жаймен осылай міне сыпырып аламыз. Мына жақта бізде дайын киіз. Міне дайын, міне киіз, басылған киіз дейік. Енді мына астында ана целлофанымыз бар ғой. Соны жаймен көтереміз де. Міне, былай болды. Көрдіңіз бе? Целлофанда. Міне мына несі жағы. Келесі жағына аударып. Аны тегістейміз. Мынаны бүйтіп жаймен. Жаңа айтып едім ғой, шет жағын сәл 1-2 сантиметр арта жіберу керек деп. Соны ішіне қарай не бүйтіп бүгесіз. Өзіңізге қажетті формада бүгіп шығамыз. Бүгіп шығам. Мына жерде жаймен тегістеп отыру керек, себебі қыртыс пайда болуы мүмкін. Не? Жаймен созбай. Көрдіңіз бе? Ана лекалымыздың, жаңағы үлгіміздің өзінің формасы келді міне. Жайлап сумкамыздың формасы шығып келе жатыр. Келесі этап басталды. Яғни сумканың арғы беті. Тура басында жасаған технологиямен. Сол технологиямен, бірақ мына жерге сәл қиындау болады, себебі енді мына астыңғы жағы суымыз. Қайтадан көлденең, содан көлденеңді бітіргеннен кейін тігінен жасаймыз. Менің де сақинамның формасы шығып келе жатқан сияқты, енді ары қарай ләйләдан кене салып жалғастырайық. Міне мынандай қызыл домалақ дайындап қойдым, бұны гүлдің ортасына саласың. Қызыл түсті киізді қойдық, енді ақырында отырып бірігу үшін осылай басамыз. Қыз-келіншектерге арналған косметикалық сумканы жасауды жалғастырамыз. Сақинамыз сәнді болу үшін тағы да сары жүнді алып, ширатып, одан кейін қызыл ортасындағы домалақты жиектеп шығуға болады. Міне әбден ширатып алдық. Енді ақырындап сақинаның үстіне саламыз. Жүнімізді салып болды. Енді қайтадан матаны жауып, келесі этапқа кірісеміз. Жан жағын дұрыстаймыз. Тура жаңағындай су сеуіп. Барлығын соны қайталаймыз. Үстіне міне су себеміз. Су бетіне шықты матаны, енді сабынды алып, қайтадан осының бәрін сабындап шығамыз. Бір 10-15 минутте өстіп сабындап шығамыз. үстіңгі матаны алып
тастаймыз. Міне. Енді қайтадан мынаның барлығын жаймен өте абайлап аударамыз. Және міне жан-жағындағы мына қалған шетін тағы да өстіп міне қайырып шығамыз. Қыртысын жаза отыра. Иә, қыртысын обязательно жазып отыру керек. Егер де осылай өз қолдарыңызбен сумка жасасаңыздар, ол біріншіден ерекше болады, екіншіден ешкім де қайталанбайды. Жан-жағын жаңа қайырып шықтық қой. Бұл да енді мына біріктірілу керек қой. Сондықтан тағы да мына матаны алып үстінен жауып, сабын жеткілікті, қазір міне көрдіңіз бе, қолым сабын болып тұрды, жеткілікті. Осыны міне тағы да өстіп сипалап шығамыз. Себебі мына жан-жақтары бір-біріне ажырап кетпес үшін алақанмен басып шығамыз. Және де мына шет жақтарын бүйтіп тегістеп отырамыз. Жасап жатқан сақинам дайын болған сияқты, енді артық киіздерін қайшымен қиып алып тастаймыз. Үстіңгі матаны алып тастаймыз. Үлгімізді өстіп міне екіге бөлгенде мына сумканың формасы шықты. Киізіңіз кеппей тұрып, Кеппей тұрып, ою өрнекті бетіне салу керек. Бұны біз енді бұлай тегістеп аламыз, себебі әйтпесе бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан бір түсін алдық. Енді ортасына мына сары жүгін мынандай бір жапырақ салып жіберейік. Матаның астынан көрініп тұр ою, да? Осыны біз тағы да алақанымызбен жаймен сипалап шығамыз. Мына қызыл ою үстіндегі мынаған біріктірілу керек қой. Осындай міне формаға келтірдік. Енді сәл артық суды сығып алуымыз керек. Сумкамыздың ауыз жағы, мына арасын қараңыз қазір. Өте бір момент болады. Мұқияттап отырып кесеміз. Үлгі целлофанымызды жаймен бүйтіп алып тастауымызға болады. Артық киізді алып тастаймыз, қажеті жоқ. Таза матаға алып, сумканың үстіне салдық, қойдық міне. Енді өстіп міне орап. Міне. Нағыз басу деген осы. Біз енді өстіп басып шығамыз. Бұрын әжелеріміз шиға салып, білектеп шығатын, ал қазір өздеріңіз байқағандай, үйде де жасауға болады бұл процесті. Кішкентай ғана орамалмен, нан жайғандай алақанмен илеп отырамыз. Мына ауыз жағын ашып, алақанды қолымды салып, тексеріп отырамын. Себебі жүннің бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сумкамыз тығыз, мықты, бір қалыпты болу үшін бірнеше рет басып шығу қажет. Ұстап көріңіз. Жұмысымыз аяқталып та қалған сияқты, сумкамыз дайын деуге болады. Ширау үшін өстіп бетіп міне ұрып шығады. Ал енді біздің сумкамыз дайын. Неме өстіп міне көрсетіп шығайын сізге. Міне қалта. Ешқандай тігіс жоқ. Көрдіңіз ба? Өте ыңғайлы. Сумканы жасауға көп уақыт кеткен жоқ, 1-2 сағат көлемінде дайын болды. Заттарымыз енді жасалғандықтан қазір дымқыл болып тұр. Ал Ләйлә, бұны біз қалай кептіреміз? Бұны енді
күннің қасына қоюға болмайды, батарейдің қасына қоюға болмайды, себебі неғұрлым жылы болса бұл соғұрлым отыра береді. Сондықтан қарапайым осы кәдімгі температурада ұстау керек. Біздің сумкамыз да дайын, Динараның сақинасы да дайын. Міне екеуін өстіп бірге жақын досымызға, бір құрбымызға берсек те ұят емес. Меніңше. Оның үстіне бізде алда көптеген мерекелер келе жатыр. Кепкеннен кейін тағып, бұның үстін моншақпен әшекейлесеңіз де болады. Ұстап жүрсеңіз өте ерекше, әдемі зат.